Папаға құрмет. Еділдің көңілі көтеріңкі. Ғұн ұлысының ұлы күніне Рим империясының жүрегі саналатын түстіктегі Рим қаласына кіріп ат ойнатуға, ол қаланы да жұттай тонап ақыр-тақыр қылуға санаулы ғана күндер қалды. Альпіні асыра айдап әкелінген неше жүз айғыр үйір жылқы Милан маңына байланып, ол жерден саба-саба қымыз Еділ ордасына тасылып жатты. Ұзынан ұзақ созылған салқар желіде неше жүздеп құлын байлаулы тұрды. Қолына қайың шелек ұстаған ер-әйелдер ол жерде ұзақты күн табанынан тік тұрып қызмет етті. Ғұн қариялары күзді күннің сары қымызын алтын ауызды ағаш керлендерден құйдырып алып, сыздықтата сіміріп, ұзақ-ұзақ әңгіме шертті. Ел аузында Еділдің ерлігі аңызға айналып, өз басы киелі күшті елестеді. Бөрілі байрақ тігілген орданың маңы қатар-қатар киіз үйлермен, биік доңғалақты арбалармен, ептірақпен қоршалып, көрер көзге тым салтанатты көрінеді. Оның маңынан мұздай сауыт құрсанып, қолдарына өткір найза ұстаған, садақ көтерген сақауылдар, сұсты бекеуілдер үзілмейді. 452 ұлу жылы маусым айының соңында Рим сенаты ғұндарға тізе бүгу туралы дауыс берді. Шешім қабылданды. 4 шілде күні Рим императоры Валентиниан папа Лев I-ні ғұндардың ептірағына жіберіп, өзінің мойын ұсынып, тәуелді болғанын білдірді. Келесі күні папа Лев I мен Еділдің қол астындағы біліктілердің жасасқан келісіміне сай Валентинианның қарындасы Ганорияны Еділге ұзататын болды. Әрі оның жасауына жарты Италияны беретін болды. Оның үстіне ғұндарға жылына төленетін салық бұрынғыдан да көбейіп, 2100 фунт етіп белгіленді. Еділ талап еткендей, мемлекет қазынасының жартысы төлем ретінде алтын, күміс, қымбат әшекейлер мен асыл тастар түрінде оның алдына қойылды. Бұдан басқа топ-топ жібек маталар мен ыдыс-аяқ, құрал-сайман, кептірілген жеміс-жидек және басқа да тұтыну бұйымдарының есебі жоқ еді. Осылайша жарты Италия Еділдің ілкіне өтті. Сол келісінде папа Лев I Валентинианның әпкесі Ганорияның Еділге жазған соңғы хатында ала келді. Өмірі інісі Валентиниан мен шешесі Галла Плацидияның бақылауынан құтылмаған мұңлық қыз бұл хатын үлкен шабытпен, үмітке толы сезіммен жазыпты. Жер жүзіне атағы жайылған ұлы Еділ, менің мақтанышым, бақытым, мен сізді жан тәніммен сүйдім. Сізге деген тілектестігім мен махаббатым күн санап арта түсуде. Осында мен сіздің әлемді жалт қаратқан батылдығыңыз бен парасатыңызға, тәуекелшілдігіңізге тәнтімін. Сіз менің Альпіні асып, мұндай ертерек келсе екен деген үмітімді ақтадыңыз. Уәдеңізде тұрдыңыз. Адриатика теңізі мен Тирен теңізінің арасында ат ойнаттыңыз. Сіз менің қиялымдағы еркексіз. Егер мен өз тілегіме жете алмасам, өмір бойы тұл болып, Веста тәңірінің діндары қатарында ғибадатханада от ұстап өтуге разы едім. Менің баруымды күтіңіз депті. Еділ хатты оқып Ганорияның қайсарлығына, табандылығына қайран қалды. Бет жүзін көрмеген арудың сөзі тәтті, әсерледі. Соны көріп толқыды. Бір күні өзіне амандаса келген Гиацинтті тұрағына шақырып, қызға өз қолымен хат жазды. Хатында былай деді: Ганория, менің алғыншығым. Папа және бауырың Валентиниан сенің маған тұрмысқа шығуыңа қосылды. Онсыз да Римге дейінгі жарты Италия менің қолымда. Сен абыржыма, ешкіммен жауласпа, сабыр түбі сары алтын. Енді сен папаның және бауырыңның разылығымен тұрмысқа шық. Олар сені салтанатпен ұзатуға уәде берді. Бірақ қазірше сенімен кездесуге рұқсат бермей отыр. Себебін мен де білмеймін. Егер оған көнбесем, маған Римді күйретуге тура келеді. Араға қасиетті папа жүргендіктен мен оған құрметпен қарадым. Өйткені ол маған ұнады. Мен оған сенемін. Жаратқанның бұйрығы болса, кездесетін, қауышатын күніміз алыс емес. Еділ Гиацинтке қалайда амалын тауып, осы хатты Ганорияға қол екі жеткізуді тапсырды. Алтын көрсе періште жолдан таяр. Мынаны керегіңе жарат. Егер бәрін ойдағыдай орындасаң, саған бұдан да көп сыйлықтар беремін деп, жолына қомақты ақша берді. Мәртебелім, маған сеніңіз. Мен бұл хатты қайтсем де жеткіземін деп, Гиацинт 3 қайтара уәде берді. Ол хат пен алтын ақшаны алып, қуанышы қойнына сыймай, Ганорияны қуантуға асықты. Бірақ оның өзі де Ганориядан көз жазып қалғалы талай уақыт болған еді. Кімнен сұраймын, қайдан табамын деп әрі-сәрі болған жоқ. Өз түйсігіне сеніп, тұп-тура солтүстік Астана Равенге тартып кетті. Еділ үстінен бір ауыр жүк түскендей, Ганорияның өзімен сөйлескендей жеңілдеп қалды. Бірақ жолай жабысқан Ildikoның жайы да маза берер емес. Себебі Ildikoның бүтін болмысы оған қапыда кеткен Керімқұланы елестететін. Оны көрсе өң мен түстің арасында жүргендей күй кешетін. Ескі достар. Валентиниан өзіне бас иген соң
Еділ үшін ендігі жерде Рим қаласына тез арада шабуылдап кірудің қажеті қалмады. Екі тарап бітімге жүгінген соң, бір күні Рим қамалын күзетіп тұрған Аэций оны өзі іздеп келді. «Неге келдің?» деді Еділ, аттан түспей тұрған Римнің бас қолбасшысын есік алдында күтіп алып. Онымен ғұн тілінде сөйлесіп, «Сенің осы жолы көзіме көрінбей-ақ қойғаның жөн еді. Олай деме, көрінбей кететін жігітің мен емеспін. Қашан қайда болса да әйтеуір кездесетінімді біліп едім. Қалайда ішкі есебің болған екен ғой. Болды деп айта алмаймын. Дегенмен, ақыр соңында бас амандығыңды ойлағаның жөн болды. Әйтпесе Каталаун даласында ит құсқа жем болар едің». «Иә, сен жеңдің, Еділ. Сені сол жеңісіңмен құттықтайын деп келдім». «Жеңілетінің бар, Теодорихты неге қанат астың алдың? Оның ата-бабасына не жақсылық көріп едің? Жеме-жемге келгенде сені бәрібір жауға тастап кетті. Ал көне достар ешқашан өйтпес еді». «Иә, ол солай істеді. Ол оның адамшылық арнасын. Оған мен жауап бермеймін». Еділ басын шайқап жай ғана езу тартты. «Жарайды, аттан түс, қорықпа. Мен ерлерді майдан даласында сынаймын. Қапыда бас салмаймын. Ол менің табиғатыма жат. Ата-бабамнан жоқ қасиет». Аэций аттан түсті. Ол түскенде нөкерлері түгел түсті. «Қонақтарды дұрыстап күтіңдер», деді Еділ бақыршыларына бұйырып. «Сенімен кездеспегелі көп болды. Доссыз өмір тұл екен». «Дұрыс айтасың», деді Аэций, ол нұсқаған жерге отырып жатып. «Мен де Панонияны, едігенің қара қосын, қымызын сағындым. Ал мен Римнің қыздарын сағындым». «Сағынсаң бәрі алақаныңда ғой». «Жоқ, менің көкейімді тескен жай қыз емес, оны өзің де білесің». Аэций басын изеп ойланып қалды. «Неге ойландың?» деді Еділ. «Оның қайда екенін ешкім білмейді», деді Аэций. «Білмесе хатты кім әкелді?» «Ол хатты алдырған папа, тек папа ғана біледі». «Солай ма?» «Солай, Еділ. Ең дұрысы, сен шалт қимылдап жүрме. Өйтсең бәрін білдіресің». «Қалайша?» деді Еділ, әлі де болса Аэцийға сеніңкіремей. «Галла Плацидия асқан дүние қора еледі. Кезінде дан төлеуден бас тартқанын білесің, бірақ ұлы Валентинян одан өткен дүние қоңыз болды. Қазірде әпкесінің бағын байлауының бір себебі, ол кетсе бүкіл Италия қолдан кететіндей болады. Ендеше оны өзім тәубеге келтірем. Абайла, өйтсең Валентинян әпкесін жазым қылудан тайынбайды. Ол Римнің нақ қорғаушысы кім екенін ұмытты. Сен де ұмыттың». Аэций үндей алмай жерге қарады. «Біліп қойыңдар, қанша ауыз жаласқаныңмен, Римге солтүстіктен гүттер, оңтүстіктен вандалдар жау. Шығысыңдағы туысың, ол да сенімсіз. Айтқаным айтқан, Римді берсе қолынан, бермесе жолынан алам. Ал Ганория болса өз алғыншығым. Десе де сабырға кел, маған сен айтарыңды айттың. Ендігі шешімді Валентинянның өзіне қалдыр». «Қанша күтем?» «1 ай күт. Сен папаға сөз бердің ғой, ол қасиетті адам». «Иә, ол тәңірден, жаратушыдан қорқады екен. Мен де көк тәңірден қорқам. Ендеше уәде Құдай сөзі. Оған құрмет еткенің дұрыс». «Жарайды, сенің айтқаныңдай ақ болсын. 1 ай күтейін», деді Еділ. Екеуі арадағы салқындықты бұрынғы достыққа жеңдіріп, арқа-жарқа отырып біраз әңгімелесті. Осыдан соң Аэций Римнің қала қақпасын ғұндарға ашық ұстады. Бірақ Еділ қалаға кірместен Падан жазығында дамылдап қалды. Бір күні Ілікшат едігеден тіл алды. Қарт білгі Еділдің әскер бастап тез арада Донай бойына қайтып оралуын талап етіпті. «Енді ары кете берме. Халқың сұйылып барады. Иісі ғұнның табан тірер тиянағы осында. Ол жақтың топырағы қанды, түбі қоныс болмас. Жұлған ауыз қуарып, жұлынған түбір көгерер деген, күндердің күнінде олар да тыныш жатпас. Оның үстіне Византия қайта тірілді. Марциан тез арада Паннонияға әскер аттандырмақ көрінеді. Сен Римнен аларыңды алдың, енді оларға күшік күйеу болайын деп жүрсің бе? Саған не жетпейді?» депті. Едігенің сөзі Еділге батып кетті. Күнгейдегі Падан жазығында асқар басын күн сүйген Альпы тауларына қарап отырып ойланды. «Шіркін, Альпы, мен сені мәңгілік мекен қылайын деп едім. Екі қапталың түгел жайқын нулы, жасыл бақ, теңіздер мен аралдар, тұнық сулы дариялар, мөлдір бастаулар мен салқын сабат жайылымдар, пейіш бағындай саялы қойнаулар. Мұндай жерді біз іздегелі қай заман? Ата-бабамыздан арт жығып іздегеніміз сендей бір ұйық мекен еді ғой. Сен үшін дүниенің ол шетінен бұл шетіне келдік. Ғұн баласы ата-бабасынан дүниенің жақсы жерін мекендеуге, Тәңірінің адам баласына берген барлық ризығынан игіліктенуге құқылы еді. Көк Тәңірім оған алғашында жайлау етіп, өткен қойнауын, қыстау етіп, сары жайықтың бойын берді. Сары жайықтың бойындағы сол сары жұрт
Көнедегі көң қора түгелімен шын машынға қарап қалды. Құмырсқадай қаптаған шын машын жұрты онда келіп жотуын салды. Ғұн жұрты содан бастап ол жерден күдеріңді үздің. Жылы орныңнан жылжыдың. Жылы орныңнан бір жылжып ата мекеннен алыстаған соң, жер үйік жекен суыңа бір жола жетіп тоқтамақ болдың. Содан тура батысқа беттеп жеткен жерің осы болды. Арғатам Қаратон, Бергатам Баламір, ер жүрек Ругила, ең аяғы Ақтар мен Мыңзық, 24 тайпалы 40 рулы ғұн елін Паннонияға дейін жеткерсе, менің ойым елімді Альпіден асырып, батысында Пиренейге, Жайқын теңізге дейін қоныстандыру еді. Қоныстандырып Альпі тауын араға алып, Мөде Таңырқұттың заманындай төрткүл дүниенің төбесінен қарап отыру еді. Жаным аман болса әлі де сол мақсатыма жетемін. Альпінің апай төсінде аң аулап, етегінде бие байлап, түстікте Константинополь мен Римді, теріскейде Орлеан мен Тулузаны 4 тағаным етіп ұстап тұрам. Осы 4 таған Тардуш қағанат болса, ілгеріде Паннониядан басталып Қаптауына, одан ары Алтайға, Бөкілі шөліне дейін созылып жатқан байтақ дала, Түліс қағанатым болады. Осындай ұшқыр ойлардың жетегінде отырып, қайтадан едігенің хатына назар салды. Ол өзі де осы туралы ойлаушы еді. Марциан Византияны атқа қондырса, жағдай шынымен қиын болмақ. Бұл Марциан Феодосийдей бос белбеу емес. Кескін, ар намысы күшті жігіт. Өмірі байға тимеген Элия Пульхерия бауыры қайтыс болған соң, Марцианға сенім артып, оның етегінен ұстаған. Оған тиді. Марциан таққа отырысымен ғұндарға төлейтін салықтан бас тартты. Соңғы 2 жылда ғұн қазынасына Византиядан соқыр жармақта түскен жоқ. Оның үстіне ол ғұндарға қарсы соғыс бастауға дайындалып жатыпты. Оның рас хабар екенінен Еділ бұдан алдында құлағдар еді. Енді жағдай шынымен қиындап келеді. Паннонияға тездетіп оралмаса, ғұндар бүкіл қол жеткен жерлерінен айырылып қалуы әбден мүмкін. Ширығып кетті. 9 қатынның толғағы бір уақытта келді. Паннонияға қайту керек деген шешімге келді. Ілікшатты ордаға тағы шақыртып алып, оған қайтып барып, Ildikоға некелену жайындағы ойларын айтты. Ілікшат оны бірден құп көрді. Тәңірқұт, біз қазір ұлы жеңістерге жеттік. Тұтас дүниені уысында ұстаған Рим қағанын жеңдік. Әне, ол да қарындасын сізге бергелі отыр. Бұл біз үшін ұлыстың ұлы күні болмақ. Әрине, бұл күнде ерекше рәсіммен атап өтуге тиістіміз. Бұл бір. Екіншіден, сіз Альпін асып келе жатқан жорық үстінде. Қашан Римді жеңген күні Ildikомен некеленемін деген едіңіз. Міне, ол күнде жетті, деді. Ей, ұлы сардарым, деді Еділ. Сенің сөзіңді естіп, шын жүрегіңнен ақтарылып тұрғаныңды білдім. Бұдан бұрын қашан Валентинянның елшілері келіп, алдыма тізе бүгіп, Рим топырағын қос қолдап ұсынған күні той жасаймын дегенім рас еді. Тәңіріге тәубе, ол күнде туды. Ендеше дереу Паннониядағы таған ордаға тіл жібер. Балам Еллахта, ұстазым Едіге де хабар тапсын. Батыреке, сен иісі ғұн жұртына жарлық шаш. Бәріне шабар шаптыр. Түбі өнердің түр-түрінен хабары бар ғұндар түгел Еділкентке жиналып тойға дайындалсын. Ілікшат Еділдің айтқанын екетпей бірден шалғайдағы Донай бойына тіл жіберді. Жан-жаққа шабар шаптырып өнерпаздарды жинауды бұйырды. Сол түні Еділ қорқынышты түс көрді. Тұтас жер без-без боп бөлектеніп қан теңізінде кілкиді екен. Атам заманғы Тәңірқұттар сол ірік-ірік бездерге отырып, күншығыс пен күнбатыстан ұйтқыған қара дауылда жай-жайына тозады екен. Әлде қандай шашты әждаһа сақ-сақ күледі екен. Әлсін әлі аузынан жалын шашып, құйрығымен жер сабалап, айбат шегеді екен. Бір кезде жан-жағы көк серек таушыңдармен қоршалған көк иірім көлді айнала ұшып жүрген аққу ана тура бері қарай қанаттары сусылдап келе жатты. Ол Еділді менің арқама мінде, сонау күншығыстағы боғды олы жаққа жүр. Онда 40 жаны бар жалмауыз алып аждаһа ойран салуда. Сен әуелі сол аждаһамен шайқас, содан кегіңді ал, деді. Еділ анадан туғандай сәби қалпына келіп, аққудың қанатына мініп, сол жаққа бет түзеді. Бірақ беріш боп іріп, қансырап жатқан Альпі тауынан асып бара жатқанда, жердегі әйелдердің зар жылаған даусын естіді. Мойын бұрып төмен қарағаны сол еді, шырқау көктен құлап кетті. Еділ шошып оянды. Тұла бойын қара тер басып, бұлаудан тұрғандай болды. Донай толқыны. Донай қарт Донай. Жағасы тұнжыр, жайқын нулы әзим дария. Аруақты дария. Мұңға да сырға да толы, жазылмай кеткен қилы тарихтың қасірет сиясы. Сенің Едігеде нең бар, Едігенің сенде несі бар? Міне, бидай басы айының беймезгіл бір әрідігінде қарт Едіге таяғына сүйеніп, Донай жағасында отыр.
Сонау терістіктен ұйтқыған суық жел оның аппақ сақалын үрлеп ойнап, қақсал сірі денесі онан сайын іріленіп, қолының тамырлары білеуленіп алыпты. Жантукеште Жансебіл қарт өмірінің соңғы сәтінде де жұлқынып тұрған жол бұзар тебін танытады. Дегенмен кәріліктің аты кәрілік. Енді қанша қуаты, ғұмыры қалғанын қарт жақсы біледі. Өз жағдайы өзіне белгілі. Тек мынау бұрқыраған долы Дунайды енді ғана орнығып, ірге жайған ел жұртын, айды, күнді, жарық дүниені қимайды. Бұрынғы өткен абыздар мен ел билеген тәңірқұттардың арыз арманы есінен кетпейді. Қайран дүние-ай, олқын толқын өмір-ай, сан сапалақ жел тақым тірлікті артқа қалдырып, мен де кетіп барамын ба деп күрсінеді. Едігенің көзіне сұп-суық шық тұрды, көңілі босап көкірегі қарс айырылды. Әсіресе Еділдің айтқан сәлеміне жаны кейіді. Ол үшін кейінгі жас тәңірқұттардың, таттардың тақымнан шықпай қалатыны өкінішті еді. Анау біледі, мынау Еділ, екеуі де бір күн сұлуларының мысына бой алдырды. Біреуінен құтқарсаң, біреуіне ұрынады деді ішінен. Сол үшін болар, кеше шабармандар өзіне Еділдің үйлену тойы жайлы хабар айта келгенде, оның көңілі көшкен жұрттай құлазып қалды. Сырқау жатқанына қарамай, таяғына таянып, дария бойына тартты. Мінеки, қарт Донай, оның көз алдында буырқана бусана ағып жатыр. Байтақ Европаның жасыл баулы қойнауынан суырыла шығып, теңізге қарай телегейлене жөңкілген ұлы дария оның қиялына қанат бергендей. Өзен бойын өрлеп құлдап, шарқ ұрған қияқ қанат құстар да жігерін жани түскендей. Едіге күрсінді. Ыстық демі буға айналып, аузынан атпалдай шықты. Бұрынғы Ругила, Мыңзық, Қаратон, Жұлдыз, Баламір, одан арғы Батыр Тәңірқұт. Міне, солардың бәрі есіне түсті. Бұл талай жыл ел шетінде, жау өтінде жүріп, ат үстінде тақымы тозған, елім деп еңіреген ердің ендігіде сол жастық тебіннің тегершігін тоздырмай, жаны қажығанын білдірмей, бірегей тұрған бет еді. Таяғын сәл көтеріп, Эллахты шақырыңдар деді. Эллах алыста деді, қасында тұрған Одакір оны қолтығынан демеп. Ол қайда? Ол Аквилийді алуға қатысып, одан соң Құбанға кеткен. Ол жақта ақ қасырлар тыныш жатушы ме еді? Иә, ақ қасыры бар, сарматы бар, аланы бар, бәрі тыныш жатпайды ғой. Дұрыс айтасыз, әке. Ол жаққа ел лақтай мықты басқақ керек. Едіге Донай дарияның ар жағына көз салып ұзақ тұрып қалды. Сосын кері айналып Одакірге. Кавказ бен Карпат, Паннония бізге қанша қажет болса, Альпі мен Апеннин түбегі де сонша қажет. Ол Византияны қос бүйірінен қысып отыру үшін керек. Бірақ соның бәріне иелік орнату үшін айла тәсіл керек. Қазір Рим тәубесіне келді, бірақ Византия бас көтеріп келеді. Марцианның беті жаман. Ол императордың адал қызметшісі бола отырып, оның әпкесін алып, тағына ие болды, жолы болды. Бірақ біздің Еділ Валентинянның әпкесін ала ма? Қыз өзі үзіліп тұрса да, бауыры оның бағын байлауда. Сен барып, Еділге менің сәлемімді жеткіз. Тым құрығанда Ильдикомен некеленбей тұра тұрсын. Папа мен император Валентинянмен тіл табыссын. Аэци ешқайда кете қоймас. Онымен де жауласпасын. Паннонияны қорғап тұру үшін бізге Риммен тату өткен дұрыс. Одакір басын изеп әкесінің айтқандарын құп көрді. Едіге қартайғанымен санасы сергек еді. Жастық шағы қайта оралса, төрткүл дүниенің шырапатын шыр айналдырмақ. Бірақ уақыты өтіп кетті. Көк сүңгі жастығы келмеске кетті. Енді оған ой ғана серік. Ой болғанда да өмір бойы ісін, күшін беріп, құрысқан ғұн елінің ертеңі не болар деген ой. Осының алдында ғана Еділдің Еллақты өзіне мұрагер қойғанын естіп, жаны жай тапқандай болып еді. Ендігі бар үміті сонда. Долы Донай буырқана ағуда. Солтүстіктің салқын желі қарттың сақал шашын үрлеп ойнап, қиялын қияндарға самғатуда. Орындалған ұлы істер мен ойдағы істердің толғағы оны одан сайын ширықтыра түсуде. Күздің суық жаңбыры. Еділ Италиядан қайтты. Қайтпасына болмады. Бұл өлкеге өмірінде аяқ баспаған сарбаздары безгек пен іш аурудан өле бастады. Одан қалса Византия мен Карпаттың шығысынан күнде жаман хабар келетін болды. Византия императоры Марциан Донайдан өтіп, солтүстікке шеру жасамақ болса, шығыстағы аққасырлар мен сарматтар, аландар Еллаққа есе бермей жатыпты. Осыншама қат-қабат қысылтаяң сәтте ғұнның қалың қолы Рим түбінен ат басын кері бұрды. Валентиниян әпкесін жол жоралғысымен ұзататын болғандықтан және алғыншығы Ганорияның Римдегі мұрагерлік құқы мойындалғандықтан 452 ұлу жылы 8 шілдеде Еділ Италиядан кері қайтуға шешім қабылдады. Тамыз айында ғұн жасағы Донайдан өтіп Паннонияға қайта оралды. Еділ кентке жетіп бірнеше күн тыныққан соң
еділ Рим императоры мен папаға қайтадан хат жолдап, қалған уәделерін күн ілгері орындауын талап етті. Қыркүйектен желтоқсан айының соңына дейін Карпат пен Кавказ және Қара теңіз бойындағы бас көтерген бажақ елдерді жазалау жорығын жасады. Сол соғыста Эллах жау қолынан мерт болды. Оның қайтыс болғаны туралы хабар Еділ кентке тізгін ұшымен жетті. Сол сәтте Еділдің бүгілмес белі бүгілді, тізермес тізі тізерді. Қатты қайғырды, көзінің жасы долы донайдай жосыды, еңсесі езілді. Ол солай омалған бойы отырған жерінен тұрмай қалды. Мұндайды көрмеген жұрт шошып кетті. Сол сәтте қарт Едіге оның қарсы алдына келіп, таяғына қос қолдап сүйеніп тұрып жұбату айтты. Тәңірім сені темірдей қып жаратпап па еді Еділім? Көрсетпе мына халқыңа сорасын енді көзіңнің. Тұр орныңнан бүгілме, Тәңірден тіле қалғанын. Алаңдатпа ақырып ата-бабаң аруағын. Еділ орнынан тұрды. Паннонияның күзгі салқын жаңбырлы күні сабаланып жауып тұр. Қайың теректердің қызыл сары жапырағы қайқалақтап жерге түсуде. Күнде адамдардың көңілі де сүркейлі. Ордада жанашырларынан ешкім қалмапты. Энга, Керка, Эска бәрі жоқ. Солардың көзіндей болып бәрінің бауырында өскен Эллах ол да кетті келмеске. О Паннония, сенің шуағыңа, жылуыңа бөлене алмаған мен кінәлімін бе? Жоқ әлде жылуыңды бермеген сен кінәлісің бе? Қай жерден жаза бастым, қай жерден сүріндім? Мүмкін елімнің, зәузатымның бас аяғын құрай алмаған, бір жерде отырмаған, өзім кінәлі шығармын. Еділ жатын тұрағына кірді. От қайда? От неге жақпайсыңдар деп айғай салды. Қаған ем, міне қазір деп ордаға Онегездің бәйбішесі кірді. Сен неғып жүрсің? От жағатын адам жоқ па? Қаған ем, мен өз қолыммен жаққалы келдім. Бұл орданың оты бәрінен де маңызды. Иә, сенің жөнің, жолың бөлек. Тәңір тілеуіңді берсін. Жақсаң жақ, деді Еділ. Қайыңтоздың иісі шығып, қу жаңқалар маздап жанды. Жылу кірді. Маған шарап әкел, деді Еділ ханымды жұмсап. Онегездің ханымы шараппен қоса бір астау ет те ала кірді. Еділ оны Едіге Айбарыс, Онегез, Орест, Ілікшат, Одакір, Берік сынды қанат құйрық ақылмандарын шақырып келуге жұмсады. Арысқан хатуннан туған ұлдары Ұзынтұра мен Теңізді де шақырды. Бұл кезде Ұзынтұра 30 жаста, Теңіз 28 жаста еді. Екеуі де бойлы сойлы болып өсіп, дер бабына келген болатын. Олар кіргенде Еділ оттың жарығында шараптан тойып ішіп, ебіл-себіл жылап отырды. Мұның не, деді Едіге келген жерден. Мана жұрт алдында айтқан жұбатуым жерде қалғаны ма? Мен енді Эллах үшін жылап отырғаным жоқ. Мен сен үшін жылап отырмын, деді Еділ оны қасына отырғызып жатып. Мен үшін неге жылайсың? Мен әлі өлгенде жоқпын ғой. Білмеймін, бәріміз де өлеміз. Оның рас, деді Едіге басын изеп. Еділ үндемей қалды. Қолындағы тостағанға шараптан толтыра құйып тағы да сылқытты. Ашырқанып көзінің жасын сүртіп, тітіркеніп дүр-дүр сілкінді. Келгендер түгел оның аузына қарап үн-түнсіз отыр. Көпшілік көсемдердің пікіріне қарамастан, халық сені шын жеткен жетістіктерің үшін емес, елдің арасындағы тараған қауесет арқылы есте сақтайды, деді Еділ ықылық атып. Қазір мен туралы солай болып жатқан жоқ ба? Олай деме. Сенің қателескен жерің жоқ. Бәрі де Тәңірдің өз қалауымен болды. Өз айтқаныңдай, сен ғұндардың зейінін мәселелерге емес, қолайлы мүмкіндіктерге аударуға үйреттің. Рас па, деді Еділ есін жинап, жасаурап қанталаған көзімен Едігенің бетіне тура қарап. Рас, сен ғұнның шеруін теңізге тіредің, діттеген жеріңе жеттің. Ғұнның қолын құл-құлды болған, күң-күңді болған заманға жеткердің. Енді одан артық не керек? Ендігісі осы жеткен жетістікті ұстап тұру. Оның рас, деді Еділ айналасына жағалата көз салып. Әлсіз көсемнің айналасын дәрменсіз ғұндар қоршайды. Мықты көсемнің айналасын мықты ғұндар қоршайды. Сендер мықты ғұнсыңдар. Айнала тұрғандардың бәрі бәрекелді десіп бастарын изеді. Римнен жауап бар ма, деді Еділ бір кезде жұлып алғандай. Римнен хабар жоқ. Естуімізше император Ганорияны қапастан әлі шығармаған көрінеді. Ендеше римдіктердің өз обалы өздеріне. Биыл қыстай дайындалып, көктемде Италияға қайта шабамыз, деді Еділ. Бұл ұлы жорық болмақ. Ол тұтас Римге, оның шығысы мен батысына бағытталады. Өліп тіріліп осыған дайындалуымыз керек. Осы соғыста жеңсек, бізге Константинополь мен Римнен, батыстағы гөттер мен шығыстағы аққасырлардан ешқандай қауіп төнбейтін болады. Керісінше, Альпі тауын орталық етіп, тұтас Еуропаны билеп төстейтін боламыз. Ал жеңілсек, күніміз қиын болады. Нар тәуекел. Бұл сөз Едігеге майдай жақты. Бәрекелді, Еділ баукесерін айтты. Рим бас иген екен деп,
Қарап жатуға болмайды. Император көріністе папаны алдыға салғанымен, көмескіде өз ойлағанын іске асырып, сөз бұйдаға салып отыр. Ендеше оларға аяушылық болмауы керек, деді, даусын көтере сөйлеп. Жөн сөз, жауды аяған жаралы болар, деді, басқалары да қостай сөйлеп. Ғұн ордасындағы шағын жиын осылай аяқталды. Онда бас қосқандар бұл ұлы жорықтың уақытын келесі жылдың 21 наурызы, жыл басы деп бекітті. Еділ өз-өзіне сенімдеді. Едіге бастаған игі жақсылардың екі ұлының өзін қолдап қуаттағанына көңілденіп қалды. Олар есіктен шыға бере тағы бір тостаған шарапты мөлдірете құйып алып тартып жіберді. Едіге сыртқа шыға бере ойланды. Еділ шарапты мұнша беріліп ішпеуші еді, мүмкін қайғысын соған жеңдіретін болар. Әлде жанашыр жақындарынан айырылып, өзін жалғыз сезіне ме екен? Өйтсе мұның еркіне қарсы келмейін, қалағанын қылсын. Үлкен жоба жоспары дұрыс екен. Қашқын. Равен жылап тұрғандай, қала мұңлы. Қаладағы тас қамалда шіркеудің бір иен құжырасына күзет қойып қамалған Ганория жүдеп жадап кеткен еді. Кеше ғана Гиацинттен Еділдің хатын алды. Төбесі көкке жеткенде қуанды. Күндіз-түні армандаған Еділі қасына келгендей, келіп өзімен сырласып, мұны хан тағына отырғызғандай болды. Жаратқан, мұныңа да шүкіршілік, өз қолымен, өз жүрегінің қалауымен жазған сөздері ғой бұл, деп, хаттың әрбір сөз сөйлеміне, әрпіне дейін сүйсіне көз жүгіртті. Ол қалған уақытты тағатсыздана күтуде. Папа уәде бергенімен інісі тістей қатып отыр. Тамақтан киім-кешектен тарықтырмағанымен бостандығын бұғаулап қойған. Оның апайына жасаған мұндай зұлымдығы шектен шықты. Шешесі қайтыс болғалы бері қыздың жағдайы тіптен қиындады. Ол аз болғандай императордың ханымдары да, оны ылғи да Ганорияға қайрап салып, өшпенділігін өршітіп келеді. Ғұндар Римге басып кіргелі бері Валентинияның түн ұйқысы төрт бөлінді. Әу баста уақытты созып, Еділді алдарқата тұру үшін ол папаға Ганорияның хатын Еділге ала баруға рұқсат етіп еді. Ганория енді інісінің бұдан ары не істейтінін жақсы біледі. Басына қауіп төнді. Ол Валентинияның өзін жазым қылудан тайынбайтынына көз жеткізді. Амалын тауып қашып шығудың қамын жасады. Гиацинт Еділ берген ақшаға шіркеудегілердің аузын майлап қойған екен. Аспанды қара бұлт торлап, сібер жаңбыр шелектей жауып тұрған түн ішінде олар ақшаға сатылған күзетшілерді өздерімен қоса ертіп, қамалдан қашып шықты. Императордың құрығы ұзын еді. Оларды қайдан болса да тауып ала алатын еді. Ганория мен Гиацинт болса, қамалдан шыққан соң күзетшімен хош айтысып, өз жайларына кетті. Ганория өмірінде алғаш рет бостандықтың дәмін сезді. Көкірегін кере Альпі тауынан ескен сергек салқын ауадан құшырлана сіміріп, көңілі шексіз, шарқ ұрып, екі жүйрік атпен Паннония қайдасың деп тартып кетті. Сол жүргеннен мол жүріп, Альпі тауының етегіне келіп демалды. Жол жөнекей кездескен керуеншілер мен саудагерлерден киім-кешек, азық-түлік сатып алды. Жолай ел көзінен тасаланып, тау-тасты күдір жерлермен жүріп отырып, бір кезде Альпі таудың жон арқасына да жетіп қалды. Бір бұлақтың басына түсіп дем алып отыр еді. Астындағы аттары бауырын тарта кісінеп жіберді. Бақса қарағай арасымен баспалап қуғыншылар да келіп қалған екен. Екеуі жалма-жан атқа қонды. Олардың қаша жөнелгенін көріп, арттағылар да аянып қалмады. Қу, аяма, өлі тірісіне қарама, бас деген дауыстар шығып жатты. Екеуі күдір тау жолында аттарын төпелей қамшылап, шамасының жеткенінше жан дәрменімен қашып келеді. Бірақ қыр соңынан түскен қуғыншылар да көп еді. Олардың аттары да ұшқыр болатын. Бір сәтте қуғыншылардың алды арттарынан тірсектеп келіп қалды. Өрге қарай өршелене шапқан аттардың алқынған дауысы жақындап қалды. Гиацинт артына қараған еді, ол келе жатқан Аэцийдің жақын қосшыларының бірі екен. Әй қыздеке, ол қызды қайда апарасың? Оданша бізге бер деп айқайлайды. Тексіздер, деді Ганория артына жалт қарап. Жазаларыңды берермін әлі. Сол кезде тарт деген айғай шықты. Қозы жауырын қорғасын жебе Гиацинттің құлақ түбінен зу етіп өте шықты. Тағы да деп өзеуленді жаңағы дауыс. Бұл жолы мүлт кеткен жоқ. Шырқырап ұшқан сұр жебе Гиацинттің жауырынның астынан барып сақ етті. Гиацинт, Ганория, қаш деп айғай салды да, аузынан қан лақ етіп аттан құлады. Гиацинт, Гиацинт деп айғайлаған Ганория не істерін білмей шыр-пыр болды да қалды. Жау болса жақындап қалды. Астындағы аты да болдырды. Көзінің жасын көлдете үздіксіз алға ұмтылды. Бір қараса арпалысып жүріп, Альпінің жон арқасына да жеткен екен. Сол кезде ту сыртынан ысқырып жеткен улы жебе мұңлықтың жүрек тұсын түйреп өтті. Өмір мен өлімнің арасындағы қас қағым сәтте көзіне сонау алыстан мұнартып,
Паннония даласы көрінді. Үзіліп бара жатып, шіркін, бұл жолы да жолым болмады-ау. Хош бол, Паннония, хош бол, Еділ деп аттан құлады. Арманшыл мұңлы жанары Альпа аспанына қадалған бойы денесі селкілдеп жатып жан тәсілім етті. Белбейдің түсі. 453 жылан жылы көктемде ұлы жорықтың барлық дайындығы жасалып бітті. Еділ Галлия мен Қара теңізге дейінгі ғұн атының тұяғы жететін жердегі жасауыл басшыларынан өзге ел ұстар игі жақсыларын түгел шақырып, Еділкентте үлкен той жасады. Тойға ғұн ілкіне тәуелді Рим аймағының түкпір-түкпіріндегі балық ұлыстардың билеуші төрелері мен ақсүйектері, жасауыл басылары келіп қатысты. Олардың әрбірі бір-бір ырдуан көш болып, алтын мен күміске сықалып, ғұн төрелеріне тартуға бетке ұстар қыздарын, арғымақ ару аттарын ала келді. Рим мен Византияның, парсы мен араптың, арысы шын машынның түрлі бұйымдары, алтын әшекейлері, кептірілген жеміс жидектері, қанты, қымбат маталары Еділкентке ат көпір үйіліп қалды. Атбегі жігіттер небір құлын мүсін арғымақтарын қас-қатар жетелеп, оған үкілі қарқара киген ғұн қыздарын мінгізіп, алыс-алыстан келе жатты. Өнерпаздар дауылпазын ойнатып, нәр тартып, сол үркер-үркер топты орда жаққа бастап келеді. Бір тобы ақ, бір тобы қара, бір тобы күрең, және бір тобы шымқай көк түсті сығайланған бірегей аттарға мініп. Той думанның басталғанын салтанат етіп өткен топ енді қайта қайырылып ғұн көсемі Еділге мадақ жырын төкті. Жұмыр жердің егесі, төрт қиырдың төбесі, атайы ердің төресі, көк тәңірдің жебесі, қияндап жатқан даланың қуатты күндей жарығы, көктегі айдай айығы, о тәңірқұт, тәңірқұт. Соған жалғас мыңдаған дабыл үні жер көкті дүр сілкіндірді. Сілкініп тұрған дүние, дүркіреп тұрған дүйім жұрт. Бәрі бір ауыздан әлгі шумақты қайталап, алау-далау күй кешті. Кешкісін ұзыннан ұзақ қаз қатар қаланған ағаш балағандардың астына от қойылып, алау жағылды. Той салтында бұдан бұрын қатты қарсыласқан, ұшына шыққан әр ұлт пен ұлыстың жасауыл сардарлары жазаға тартылып, талайының басы алынды. Кейбірінің денесі римдіктердің өз салтымен аспаққа асылған күйі қас қатар болып самсап тұрды. Мұндағы мақсат іш пен сыртқа айбар таныту еді. Онда егер кімде-кім ұлы ғұн билігіне қарсы келсе, көрер күні осы деген ишара жатыр еді. Мұны көрген қонақтардың жүрегі тас төбесіне шықты. Еділ оларды әдейі сол аспақтар тұрған жақтан айналдырып сарайға алып келді. Той неше күнге ұласты. Бір ғана Еділкент емес, ғұн ілкіндегі барлық қоныстарда осындай қызу дүбір, асыр сауық болып жатты. Аламан бәйге салынып, саятшылар қыран құстарын сынасты. Бұқа сүзістіріп, бура таластыру, айғыр шабыстыру секілді ойындар болды. Мергендер садақ тартысып, алтын қабақ атты. Кеудесі аяққаптай дәу палуандар белсеніп шығып күреске түсті. Әлдекімдер өз рулас азаматының намысын жоқтап шекесі қызып, қамшы білескен сәттері де болды. Ондайда ерге қисая мініп, топқа баса көктей кірген адуын ақсақал оларды қамшының астына алып, айбатымен ықтатып, таратып жіберетін. Ешкім оған беттей алмайтын. Бірде орталарына алған көкпарды олай-бұлай жұла тартып, алқын-жұлқын шауып бара жатқан топта көзге түседі. Олар сол бетінде ес кетіп, жан шықтау дегенде аттарын сүмек қып қайтып оралады. Бұлшық еттері бұлтыңдаған өңшең делбе, паң көкірек жігіттер сол ескеуілдеген қалпынан танбай жаңағы топқа араласып кетеді. Той басталып 3-ші күні Еділ Элдикомен үйлену рәсімін өткізді. Ілікшат Одакір кәрі Хильдебранд сол күні кеште Еділдің қасында қатар-қатар болып тізелесі отырды. Бір кезде асабаның әмірімен басына биік сәукеле киіп, ақ желек жамылған Элдико оншақты құрбысымен есіктен кірді. Ол Еділ отырған алтын тақтың алдына келіп, алдымен Еділге eğilip сәлем етті. Одан жағалай тұрған ғұн төрелеріне тағзым етті. Сол сәт көбең жырау таяғына сүйеніп тұрып, беташар жырын төкті. Ақ жамбылдай ақ қатын, шынашақтай шақ қатын, еңсесі биік ел орда, еңкейіп отын жақ қатын, Еділдей төрең тұрғанда атыңның басын тарт қатын. Таң жағым мен сам жағым, ақ теңіз бен көк теңіз, көсегесі көк үйдің көсеуін алтын етіңіз, керегесі кең үйдің көгенін күміс етіңіз. Көктің ұлы Еділді, Еділ кімнен жеңілді, сол Еділдің қасында жарық болсын бетіңіз. Беташар жыры айтылып болған соң, кәрі Хильдебранд оның бетіндегі жібек шарбыны жез сабауымен сырып жоғары көтерді. Сол сәтте Еділ тақтан түсіп келіп, мөде заманынан қалған ағаш кесеге құйылған ақ дәмді қос қолдап Элдикоға ұсынды. Элдико оны Еділдің қолынан әдеппен алып, 3 ұрттап қайтарып берді. Одан соң шөміштегі майды маздап жанып тұрған отқа құйды. Сол кезде даладағы оттарға да май құйылды.
Лапылдап жанған алау оттардың жарығында дабыл қағылып, шың тартылып, асыр сауық басталды. Етке, қымыз бен шарапқа мейлінше тойған құндар бұл дүниенің қауіп-қатерін бары мен жоғын ұмытып, мейлінше емін-еркін ойнап күлді. Той аяқталып, ел өз тұрағына тараған соң, Еділ Ildikоның қасында жалғыз қалды. Кірпігі жебедей сүзілген, қарасы қаршығадай қағылез. Әйел затының оры Ildiko Еділге жақ кірісін ашпастан қарады да отырды. Еділ басымен оның осы қарасының байыбына бара алмады. Ол әйел жанының нәзік жақтарына бойлай бермейтін, ол туралы басында қатырмайтын. Оған керегі Керімқұла, оның ғайыптан құйылған тұлғасы, мынау Ildiko еді. Ол Рим өлкесінің әр қиырынан әкелінген сұлулардың арасынан бір түрлі жағымды қылығымен, Керімқұлаға тән әлдебір бөгенайымен жылы ұшырап тұрып алды. Оның үстіне Ildiko Альпі тауын өзімен бірге ары да бері де асып келіп, қуанышын бірге бөлісіп отыр. Соған қарағанда тілегі түзу, Ақжолтай ару екеніне күмән жүрмейтін. Сол түні белбей ұйықтай алмады. Басын жастыққа қоя бере, әлде қандай сұрқай елестер көз алдына үймелеп, оны бірде биік кеңістікке көтеріп, бірде түпсіз тұңғиыққа тоғытып бара жатқандай болды. Енді бірде тілкім-тілкім қара бұлттар жаһанды жауып келе жатыр екен дейді. Жер бетіндегі күллі нәрселерді қу-құмалақтай қуалаған күшті дауыл тұрыпты. Артқы аяғын қорымға тығып, шапшуырлап тұрған Еділдің тұлпарына жолбарыс қарсы қарап отыр екен дейді. Ер тоқымды иесіз жануар кісінейдай келіп, Еділ көрінбейді, белбей қол созым жерде тұрып, ештеңе істей алар емес. Қатты бастырлығып, сандырақтап жатып оянды. Оянып алып, өлеусіреп жанған шамға қайтадан май құйып, кір-кір дастарханның шетіне жүгінді. Кішкентай тері дорбадан уыстап құмалақ алып алдына шашып жіберіп, сонан көз айырмай көп отырды. Күбір-күбір етіп құмалақтарды жүптеп, олай-былай тартып көрді. Кенет ол екі көз шарасынан шығардай боп мелшиді де қалды. Еділ өліпті. Таң атпай Еділ ордасына жиналған құнның игі жақсылары Еділдің неке төсегінде аузы мұрнынан қан кетіп, өліп жатқан мәйітінің үстінен түсті. Бір күн қағандығының батыры Хагеннің сарай тәрбиешісі Ildiko оған у беріп өлтіріпті деген дақпырт дүр ете түсті. Кейбіреулер Еділді жан тәнімен сүйген қыздың осыншама қан құйылыққа барғанына сенгісі келмеді. Адамдар оның жай-жапсарын қанша талқылағанымен өлер Еділ өлген еді. Жұрт бұл шындықты қанша қабылдағысы келмесе де, қатал тағдыр қабылдаған еді. Еділ өлген күні шалғайдағы Рейн бойынан Айбарыс бастаған бірлік Еділкенттегі ғұн ордасына келді. Ол Ілікшат пен Одакірді көрген жерден дауыс салып, ой бауырымдап жылады. Көз жастарын көл еткен Ілікшат пен Айбарыс аһ ұрып, өкініштен жер сабалады. Белбей ордаға кіріп алып, ұзақты күн жер бауырлап жылап жоқтау айтты. Ғұн әйелдері шекелерін тіліп, қанмен көз жастарын тоғыстырып, көріс айтты. Оны естіген адамның төбе құйқасы шымырлап, шырапаты шыр айналар еді. Сол күні Аквиле мен Миландағы тат халықтың жітік саяқтары түгелімен қуалап шығарылды. Олар не болып не қойғанын білмеді. Сыр сипатын білмейтін құндардың бұл қылығы оларды тіпті қайран қалдырды. Милан жаққа ат сабылтып кіріп шығып жатқан абыр-сабыр ел бір апта бойы қарбаластан көз ашпады. Жат жұрттықтар алғашында Еділдің қазасын естімеді. Айбарыс Еділдің сүйегін қылышпенен қыдырып, қымызбенен жудырып, былғарымен қаптатып, шарайнамен шаптатып, алтын табытқа салдырып, мыңдаған ғұн аттыларының қорғауында Донай бойына жөнелтті. Сүйек шығудан бір күн бұрын Миландағы ғұн батырлары мен ақсүйектері келелі жиын ашып, Айбарыстың көрсетуімен Еділдің шәкірті, Едігенің ұлы Одакірді таңырқұт сайлады. Ел көзіне көріне бастаған жас батыр Марақтың қасиетті қылышын сүйіп, серт берді. Тамам халық оны да ақ боз айғыр шалып, ақ кигізге отырғызып, хан көтерді. Одакір Еділ қазасына қабырғасы қайысса да, ол босаң шағын көрсетпеуге тырысты. Құдды бір жайын күндегідей жай танытты. Ол Еділдің көзі тірісінде айтатын әскер тартып, Римге кірсем дейтін тілегін өзіндей жалғастырып, бүкіл Рим топырағына толық иелік жүргізуді өзінің өмірлік мақсат етті. Оның бір мінезі ойына алған ісін орындамай тынбайтыны. Соның жолында бәріне дайын тұратын еді. Каталаун соғысында Еділ оның қан майданда неше жерінен жараланып қайтқанын өз көзімен көрген. Денесі сам-сам жара, қасының құйқасы да найза тиіп жалбыраған Одакір оған құдды жаралы көкжалдай көрінген. Сол ұрыста қол бастаған сардарлардың ең кенжесі де осы Одакір еді. Едігенің егделеген кезде көрген баласы, баяғыда Керканың тойында ноқталап әкелген ғұн балуанын шығам деп аяғына оралған да осы Одакір. Ол кезде әрең 6 жаста болатын. Кішкентайынан тентек, беті қайтпай өскен Одакір
ештеңеден тайсалмайтын, өлімнен қорықпайтын. Едігенің бәйбішесі оған кіжініп, саған тәңірдің төл қазасы жоқ, не оттан не оқтан өлесің дейтін. Міне, сол өдәкір тамам ғұн ұлысының ұлы қағаны болып, Тәңірқұт тонын жамылды. Сіңбенің зауалы. Хильдебранд өз өмірінде Еділдің көп жақсылығына кенелді. 30 жыл бойы ғұн ордасында Еділ үшін адал қызмет етіп, оның әскери шерулеріне қатысты. Жақ ұстап, жау түсірді. Жансыздар қатарында жүріп, шет жұрттан талай хабар ошар әкелді. Оның гүт, вандал, бүрген, франк тілін толық білуі Еділге көп қолғабыс болды. Еділ осы елдердің бірде өзіне қарсы одақтасып жатқанын, енді бірде бір-бірімен алауыз болып, кісі өлтіріп, барымта сырымтаға барып, өзара соғысқанын, әлде біреуінің шалғай иеліктерге қоныс аудармақ болғанын осы Хильдебранд арқылы естіп біліп отырды. Ол Еділдің қасында жүріп, Керімқұлаға қызметші де болды. Соғыс кезінде Керімқұланы қорғайтын арнаулы жасақты басқарды. Ол Еділдің сүйікті әйелін небір қысылтаяң сәттерде жау өтінен алып шығып, қауіпсіз жаққа алып кетіп жүрді. Керімқұланың қазасы күні де Еділдің қасында болды. Ол Еділге: өмірде жақсы көрген адамыңыздың рухы жойылмайды. Ол бір күні ғайыптан не басқа біреудің бейнесінен аян береді. Мәңгі қасыңызда жүреді. Тек сіз оны жүрегіңізде сақтасаңыз деген еді. Еділ оның осы сөзін медеу тұтты. Бірақ 30 жыл бұрын король қысымына шыдамай, қожасы Дитрих Бернскиймен бірге ғұн ордасына қашып келіп, Ругиладан пана тілеген осы Хильдебрандтың артта жас әйелі мен баласы қалды. Әрдайым осыларды ойлағанда оның іші удай ашитын. Ана жолы Альпіден асып келе жатып, ол қыртысты көш шанағын жаспен жуған. Бірақ онысын Еділге тіпті қасындағы Дитрих Бернскийге де көрсетпеген. Бәлкім жасы егделеп қалған оны, тумысында аяқ басып көрмеген жат өлкенің қыры мен сыры, болар соғыстың алапаты, өлім қаупі алаңдатқан болар. Не болмаса артта қалып бара жатқан құнарлы қара топырақты, нулы да сулы туған жеріне деген сағынышы желкелеген болар. Мүмкін әйелі мен баласы есіне түсіп, жүрегі езілген шығар. Әр күні таңертең мүк басқан дөңбек үйден қайың шелегін ала шығып, қашадағы сиырларға беттеген шаруақор әйелі, кешке дейін су жағасынан кетпей, қармақ салып ойнайтын тентек ұлы Хадубранд есіне түскен болар. Міне сол Хильдебранд енді біраз қолмен еліне қайтып келе жатыр. Ол бұның алдында сонау Миланнан Еділдің қалың қолымен бірге Еділкентке келген еді. Ол енді Еділді жерлеу салтында болды. Оның қалай өткенін өз көзімен көрді. Дүйім жұрт жиналған үлкен жиында Едіге даусын созып, оның денесі алдымен күндей жарқыраған алтын табытқа, одан соң құйрықты жұлдыздай күміс табытқа, одан соң Еділдің өзіндей темір табытқа салынсын деді. Жұрт: Тәңір жарылқасын, қара жер қормал болсын десті. Одан соң Еділдің мәйіті салынған алтын табыт алдын ала дайындалған күміс табытқа, одан кейін болат табытқа салынып, олардың аузы бекем бекітілді. Сосын неше мың ғұн жігіттері Айбарыс Ілікшат бастаған табыт көтерген топты қаумалап, ұзақ сап болып Донай дарияға қарай жүрді. Тұяғы сынды тұлпардың, қанаты күйді сұңқардың, сұғы да жаман сұма жал Еділді қалай жұтқаның. Керез сөзін айтпады, керез асын татпады, кемел шаққа келгенде келмес жаққа аттанды. Топ ішінде осылай жоқтау айтып, жаға жеңін жыртып, ебіл-себіл жылаған бел биде кетіп бара жатты. Ол шаш сақалын сала құлаш жайып, бетін теміртекпен тіліп, өзінің бір көзін әдейі шығарып жіберген еді. Сол күнгі қайғы қымырықтан, жоқтау наладан қара жердің қабырғасы қайысты. Еділдің мәйіті салынған 3 қабат сандық 1000 баттан ауыр еді. Оны 300 жігіт кезекпен көтеріп Донай жағасына әкелді. Ол арада талай тәулік бойы істеген құлдар Донайдың бір арнасын бұрып, құрғақ арнаны терең қазып, Еділге көр дайындап қойған екен. Сандық сол ұраға тасталды. Сол күні қарт Едігені де 4 жігіт мәпеге салып, Донай бойына Еділдің топырағына апарды. Жадау жүзін қайғы жасы тарамдап, құр сүлдері қалған кею қарт соңғы қайратына келіп, өзін Еділдің болат табыты тасталған апан көрге қарай атты. Қас қағымда ешкім оны құтқарып қала алмады. Сол сәт тереңнен қазылған жардың қабырғасы құдіретше опырылып барып, оларды басып қалды. Ғұн ақсақалдары оның сүйегін алдырмады. Құмырсқадай қаптаған қалың нөпір көрдің бетін жауып болып, бөгеуді бұзып, дария суын арнасына салды. Буырқанған қасқа толқын Еділдің және оның ардақты ұстазы Едігенің қабірінің үстінен өркештей жосылды. Бүкіл батыс елдеріне даңқы жеткен Еділдің жерлеу салтын ғұндар ерекше бір рәсіммен өткізді. Ерлікті ту еткен халық арысы құлаған ауыр қайғыдан қоғадай жапырылды.
Донай бойына Еділ қазасына арнап әдейі тігілген киіз үйлер түндіктерін жауып, қаралы ту байланды. Жүздеген ірі қара мал сойылып ас берілді. Орда босағасынан тай шаптырым жерге дейін төселген қара текеметке қара шәлі жамылып қас қатар отырған әйелдер шекелерін тіліп көз жастарын көл етті. Сол жерден айбарыс ілікшаттар және әр тайпаның төбе басылары өткенде әлгі әйелдер дауыс салып жылады. Жер көк жоқтау наладан күңіренген күйден күйзелуде. Бас аяғы созылған салқар кермелерге қас қатар етіп байланған жорық аттары да бойларын байсал тастап жаймен мүлгиді. Олар да еділ өлді, заман тыншыды дейтіндей. Хильдебранд міне осылардың бәрін өз көзімен көрді. Бір кездегі Ругиланың өлімі де бұндай салтанатты болмаған. Ол енді 30 жыл бойына келмей, безіп кеткен топырағына қайта қадам тастады. Бәрі де көзге жылы ұшырайды. Өз өлкесінің тау мен тасын, суын, орман тоғайын көргенде, қылаң ұрған бал дәурені мен жінтікті жігіт шағына қайта оралып, бір қуанып қалғандай болды. Қылшығы сынбаған құлын мүсін табиғат, шөптердің кеңсірік жарған қымыран иісі бәз баяғыдай сезіледі. Иә, ол осынау жасыл дөңдердің бірінде жылқы баққан, бір байдың сауыншы күңіне ғашық болған. Үсті басынан сүт иісі бұрқыраған қыз оған қатты ұнаған. Бір күні таңертең өріске шыққан қызды атының алдына мінгізіп алып қашып кеткен. Ғұндар қолы келгенде ол Дитрих Бернскиймен бірге жасақ сайлаған. Бірақ король олардың жасағын тартып алып, өздерінің сар ізіне шөп салған. Сонымен қатын баланы тастап ғұн ордасына келген. Хильдебранд үшін оның бәрі күні кешедей ғана. Енді бұрынғыдай жаугершілік жоғалып, олқын-толқын өмір аяқталды. Барлық жер ғұн билігіне қарады. Хильдебранд қиырға көз салып еді. Сонаудағы салма белден 100 қаралы атты жасақ өздеріне қарай андыз-аңдыздап еңкейе шауып келеді екен. Солардың ішінде қылаң бозға мінген біреуі қылышын оңды-солды сілтеп, елден ала айғайлап атой беріп келе жатыр. Бұны көріп Хильдебранд сасқалақтап қалды. Ол қосынды дереу тоқтай тұруға бұйырды. Өңі түсі бөтен, тілі ділі өзгеше екі қатар жасақ бір-бірімен бет келіп ұстаса кетуге шақ тұрды. Сол сәтте манағы қылаңға мінген жігіт ат ойнатып алға шықты. Өз баласын таныған Хильдебрандтың көңілі босап, көзіне жас келді. «Балам, Хадубранд, мен сенің әкеңмін ғой», деді ол солардың тілінде. Бірақ анау оны елемеді. Астындағы аты шиыршық атып, жауырынымен сырт айналып тоқтады. Көзінің қырымен әкесіне қарап алып: «Ей кәріғұн, сен менің жеріме ат тұяғын тигізуге қалай батылың барды? Табанда жолыңа түс, әйтпесе қанға тоқтам», деді. Хильдебранд ұлым бәлкім мені танымай тұрған шығар деп аттан түсіп оған қарай жаяу жүрді. Басындағы дулығасын алып сауытын шешті. Бір кезде өзінің оны еркелеткен кезіндегідей күлімсіреп, мейірімін төге қарады. Бірақ ұлы мұны кәрі ғұнның айласы деп түсінді. Сақалынан жасы тамшылап, «Балам, балам» деп жалбарып тұрған Хильдебрандты атымен омыраулатып келіп соқтырып өте шықты. Хильдебранд ет бетінен түсіп, қайта түрегелген кезде ұлы қасына шауып келді де: «Сендей ғұнды әкем дегенше, ит бас сиыр аяқ хайуаннан туғаным артық ет», деді. Хильдебранд бұл сөзді естіп өмірден түңілді. «Хаду, сен көтеріп жүрген анау қорамсақ пен садақ менікі еді. Сол қорамсаққа салынған қорғасын жебе де менікі еді. Мен оны қаршадай күнінде саған сыйға беріп едім. Сенбесең садақтың қарында әкең Хильдебранд деген жазу бар. Міне, мен оны танып тұрмын. Балам, енді сен де әкеңді таныған шығарсың», деді. Сонда бұл сөзді естіп ызаланған Хадубранд: «Жоқ әке, енді бұлай деуіңе жол болсын. Қазір Хаду сені танудан кеткен, таныса тек жебен ғана таниды», деп жаңағы сұр жебені суырып алып Хильдебрандтың аты жазылған садағына басты. Тағдырдың мұндай бұйрығына амалсыз көнген Хильдебранд та дулыға сауытын киіп өз ұлы Хадубрандпен жекпе-жекке шықты. Еділ өлді. Кәрі құрлық бір сәт демін ішіне тартып тына қалды. Жаманат хабар жатқан ба? Оның өлімі жайлы хабар бір демде 8 қиыр 4 төңірекке түгел жетті. Ілгері Қыдырхан жынысынан кері Испания қиырына дейінгі халықтың бәрі хабар тапты. Ол келгенде қара жермен жүрегін аптап жатып қалған жатақшы жұрттар пәле қазаның өтіп кеткенін біліп орындарынан тұрды. Бастарына жұрынды бөрік киіп, қылыштарын оңды-солды сілтейтін, ат үстінде шыргөбелек айналып садақтарын зуылдата тартатын, жүрген жерін жын қонып, пері көшкендей қылып бара жататын ғұндар енді қайтып келмейтін болды. Олардың шаңы сейіліп, ат дүбірі алыстап бара жатты. Бірақ періштеші шошып қалған бағын жұрттар көпке дейін елеңдеумен өтті.
Олай болатыны одакір ғұндар қолын шашау шығармай ілкінде ұстады. Еділдің Византия мен Римге жасамақ ұлы жорығын кейінге қалдырса да, қол жеткен жерлерге билігін бекемдеді. Бірақ тым шалғай қоныстарға ауа жайылмады. Күшін қуатын іркіп ұстады. Бар арманы Римді түбегейлі тізерлету болды. Бұл кезде Батыс Римнің қолбасшысы Аэцийдің тағдыры да қыл үстінде тұрды. Себебі өзінің күшті қарсыласы әрі бұрынғы досы Атилла енді жоқ еді. Еділден кейін ешкім оған қорған бола алмады. Әпкесі Ганориядан соң өзімен бақталас жалғыз адам Аэций болғандықтан император Валентиниан одан тезірек құтылудың амалын жасады. Ақыры сенатор Петроний Максим мен сарай әтегі Иракльдің ақылымен оның көзін жойды. Көп ұзамай 455 қой жылы император Валентинианның өзі де Петроний Максимнің қолынан қаза тапты. Сол жылы теңіздің ар жағынан Гейзерик бастаған вандалдар жүздеген желкенді кемемен Италияға өтіп, Римге баса көктеп кірді. Ол бұрын Атилладан қорқып Римге кіре алмай жүрген сабаз еді. Ендігі жерде оның бетінен қағар ешкім болмады. Римге кіріп ойына келгенін істеді. Атилла мен Аэций өлген соң Римнің шын жанашыры қалмады. Еділ дүниеден өткен соң 13 жылдан кейін 476 ұлу жылы одакір қалың қолмен Альпіден асып, Батыс Рим империясын түбегейлі күйретті. Осылайша Атилладан соң ғұн тағына отырған сайыпқыран Шығауыл өз дегеніне жетті. Батыс Римнің күні батты. Сірге жияр. Еділ қағанның қазасынан соң саймақ жырын қыл қобызына қосып өле-өлгенше аңырап, көбең жырау да дүниеден өтті. Бірақ оның шәкірттері жырды жеріне жеткізе жырлап, ұрпақтан ұрпаққа жалғады. Жарақатын жазып Боғда Оланың етегіне түскен саймақтың қалған ғұмыры тағы да сол сары аждахамен алысумен өтеді. Күндердің күнінде қыр соңына түскен сары тажал оны алыстан арбап жұтып қояды. Жұтылып бара жатып есін жиған саймақ қолындағы қылышымен аждаханы қақ бөліп тастайды. Мұратына жетіп демі үзіледі. Ғұмыры қысқа болғанымен артында үрім бұтағы қалады. Олар Боғда Ола мен Алтай тауының арасында өсіп өнеді. Бір сәт әлде қайдан баяғы аққу арудың қанат суылы естіледі. Сабалап ұшқан саңлағым таң нұрынан оянды. Көк тәңірдің демімен көктен жерге оралды. Көк бөрі боп құбылып, көгмен тауға жоғалды деп, толғаған жырау қобызын көмей күйіне қосып күңіренді. Аққу ана қанаттары суылдап, Алтай мен Ханғайдың арасында жатқан ұлы сазға барып қонады. Сол қонған жерінде бір құбылып, емшектері салбыраған қаншық бөріге айналып кетеді. Бөрілер өз жерінде ғана бөрі деді. Қарлы Алтайдың қойнауында сеңсең тонын жамылып, сол аңызды тыңдап отырған бір қария. Оның рас деді. Таудың тас қайрағына найза қылышын жанып отырған бір сарбаз. Туған жеріміздің бөрі иесі қайтып келді. Енді жужандар бізді басын алмайды. Иә, бұл деген бөрілердің мекені. Қадірін білсек, Алтай мен Тәңіртауға не жетер, деді қария, сеңсең тонын қусырына түсіп. Маздап жанған оттан көз алмай. Қалғандары оның сөзін іліп әкетті. Ол екеуі біздің отымыздың төрі. Ол екеуі Тәңірдің тағы. Ол екеуі көк құт. Маздап жанған оттың жарығында темірші құлдар қара құйрықтың етін қақтап жеп отырып, лепіріп, ескеуілдеп сөйлейді. Ескі күннен едігеден жеткен салқар жыр одан сайын шалқуда. Көз ұшында көрінген көгмен тауға жол алды. Жекен суын жебелеп, жер түбіне жоғалды. Серлік пен ізгіліктің пірі енді дала тағысының бейнесіне кіріп, Алтай мен Боғда Оланың арасындағы сексеуілді сары далада желе жортты. Жортып келе жатып, тұмсығын көктегі айға білеп тұрып, ұзақ-ұзақ ұлыды. Сол-ақ екен, Алтай мен Тәңіртаудан мыңдаған атты шеру жиналды. Олар саймақтың сарбаздары еді. Бөлтіріктерім, менің даусымды естіп, жан-жақтан жиналған түрлеріңе болайын. Құлақтарың түрік екен сендердің. Ендеше аттарың да түрік болсын, деді қаншық бөрі. Сосын сүттей жарығай сәулесінің астында шоңқиып отырып былай деді. Мен күннен туған игедім, ізгедім. Мен тау мен даланың, жер мен көктің көркедім. Жамандықпен, жауыздықпен алысып жүріп, бөрі болдым. Бөрі болып сендерді аузыма тістеп асырадым, жеткіздім. Енді өз күндеріңді өздерің көріңдер. Мынау сайын дала мен заңғар биік көк таулар сендердікі. Бірақ естеріңде болсын, қоныс ауысады, ырыс жұғысады. Біреу өлмей, біреуге күн тумайды. Алда сендердің де жағаласар жауларың көп. Олардың аюдай алыбы да, түлкідей залымы да кез келеді. Сол үшін түркі баласы, сендер аш бөрідей аусар болыңдар. Өйткені аю да түлкі де бөріден қорқады. Бұл далада тек бөрі болсаңдар ғана аман қаласыңдар, деді.
Сөйтті де құртқаның тілі байланды. Қалған сөзін айта алмады. Тек көкке қарап, тұмсығын білеп ұзақ-ұзақ ұлыды. Сосын күбі құмының сексеуілді сарбалақты боз даласына сіңіп, көзден ғайып болып кетті. Аңыз да оқиға да осы жерден аяқталды. Бір замандарда ғұндар лажсыз тәрк еткен дала төсі қайта дүбірге толды. Түркі баласының ашамайда тақымы қатайып, аламанда жүрегі марқайды. Құйымшағына көк тәңірдің мөрі тамып, арқасына жал бітті. Айдарынан жел есті. Еділден соңғы ғұнның осы тұқымы бойындағы киесімен күн кешті. Одакірден соң ғұн ордасы біртіндеп ыдырады. Бірақ еділ ұрпақтары 300 жыл бойы ат жалында ойнады. Донайдан шығысқа қарай көсілген ен даланың нуы мен суын, Қап тауының қос қапталын еркін жайлады. Олардың бір бөлігі ата мекендері Алтайға қайтып, 50 жылдан соң ұлы түркі қағанатын құрды. Алтай мен Тәңіртауды жайлап қыстап отырып, парсылармен бірігіп, Византиямен жауласты. Көне кегін қуып, Қытаймен де қидаласты. Күндердің күнінде оларды көріп келген Қытай тарихшысы сарай кітапханасына кіріп, екі жеңін түріп, тас сауыттағы тасіретте малулы тұрған қылауышын қолына алды. Қаламы жүйрік хаткер, ұлы тарихшы, әлемге әйгілі еңбегін бастау алдында көңілі толқып, сәл кідіріп тұрды да, жаюлы жатқан бамбук шыптағы алдымен: Әл-Қисса, бүгінгі қаған кешегі Тәңірқұт қой. Олардың тегі ғұн, ғұнның тегі сақ. Бәрінің ата бабасы көк бөрі деп Баттита жазды. Сосын тағы ойланды. Ойланған сайын тебіренді. Тебіренген сайын тербеді. Тамам. Тарихи романның соңы. Соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Оқыған Кенжегүл.